осы Айгүл ересектер тобындағы қызым Айсезімнің тобына келіп қалған жайымыз бар. Айсезімнің әжесі және мен апайымызға сақтық дамытушы ортадағы ертегі кейіпкерлерін сахналайтын жетілақ ертегісін жасап жатқанбыз. Соның соңғы бүгін 7-ші лағы бар еді. Соны жасап, осы топқа келіп жасап, аяқтап, осы ертегілерді балаларға бас киімдерді сыйлап, ертегілерді қойып, балаларының халық ауыз әдебиетімен сусындап, осы тіл сөйлеуі, байланыстырып сөйлеулері өте жақсы әсер жақсы дамытатын білеміз ертегілердің. Сондықтан да өсіп апайыма көмектесіп, тәрбиешісіне бір мезгіл ата-аналарға көмек болсын деп жатқан жайымыз бар. Бүгін жетілақтың қараш, Айсезім, мынау не жасап жатыр әже? Жетілақтың лағын жасап жатыр, иә? Қайын дене мүшесі жоқ, қарашы. Көзі жоқ, қазір әже көзі. Және мына жақта несі жоқ? Лақ есту үшін, қасқырдың дауысын есту үшін оған не керек? Құлақ керек. Қазір құлағымен әже жабыстырып береді. Несі септігін тигізіп жатқанына өте қуаныштымын. Әжен жақсы көресің бе Айсезім? Әже келіп, балабақшаға келіп, саған көмектесіп жатыр, ертең балаларға айтамыз, осы ертеңге балалармен қоясың, біз әжекейіміз келіп, көрмейміз. Саған балабақшаң ұнайды ма? Ойнағын келе ме? Ендеше үшеуміз жетілақ ертексі кішкене көрініс қойып жүрейік. Жарайды әжесі. Ендеше мен қасқыр болайын. Ал мен жетілақтың анасы болайын, Айсезім. Ал бастан. Құлақтарым, шынақтарым, мен орманға сүт әкелуге барамын. Үйге келіп, қасқыр келсе, есікті ешкімге ашпаңдар. Ал, сау болыңдар. Тук-тук-тук-тук-тук. Құлақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, мамаларым келді. Ол біз мамамызда сонымен. Бала тәрбиесіне бейжай қарамай, әже болып, ана болып, балабақшаға жиі келіп тұрайық.